Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді, әдемі, оңай жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай жасалады, әрі көп ингредиентті талап етпейді, өте қолжетімді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі табамызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Енді араласқан массамыздың үстіне сұйық майымызды қойып, жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді де құйып, жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Енді осы массамызға ұнымызды електен өткізіп, салып аламыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрыхлитель қосып араластырамыз. Енді осы араласқан массамызды табамыздың астына май жағып, құйып жайғастырып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар болады. Және де өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс жидек түрін қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Енді осыны 170 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді. Жасап көріңіздер және отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.